Өмір бойы жәрдемақыны қандай аналар алуға құқылы? Елімізде көпбалалы отбасылар әдетте балалары кәмелетке толған кезде көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақыны алуды тоқтатады. Дегенмен Қазақстанда өмір бойы мемлекеттен жәрдемақы алуға құқығы бар аналардың жеке санаты бар. Олар кімдер? Сонымен өмір бойына көпбалалыларға берілетін жәрдемақыны алуға кімдер құқылы? Тақырып қызықтырса, видеоны толық қарап шығыңыз. Қазақстанда өмір бойы мемлекеттік жәрдемақы алуға құқығы бар көпбалалы аналар санаты бар. 2024 жылы мұндай төлемдерді алушы 238 мың ана болды. Қазақстандағы көпбалалы отбасылар мемлекеттен жәрдемақы және әлеуметтік төлемдер түріндегі қаржылық көмек алатыны белгілі. Бұл ретте 4 және одан да көпбалалы отбасыларға қосымша қолдау көрсетіледі. Өмір бойы жәрдемақыны кімдер ала алады? Көпбалалы отбасылар әдетте балалары кәмелетке толған кезде көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақыны алуды тоқтатады. Дегенмен Қазақстанда өмір бойы мемлекеттен жәрдемақы алуға құқығы бар аналардың жеке санаты бар. Осылайша кейбір қазақ аналары арнайы марапаттар, алтын алқа және күміс алқа алқаларына ие болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалар туралы заңға сәйкес, біріншісі 7 және одан да көп бала туып өсірген аналар, екіншісі 6 баланы дүниеге әкелген аналар марапатталады. Бұрын мұндай әйелдер батыр ана атағын, сондай-ақ бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерін алатын болған. Марапатқа қарамастан барлық марапатталған аналар, тіпті барлық балалар есейген болса да, өмір бойы жәрдемақы алуға құқылы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлім еткендей, биылғы жылы 238 мың анаға жалпы сомасы 70 миллиард теңгеге осындай жәрдемақы төлеу жоспарлануда. Бұл төлемдер табысқа қарамастан тағайындалады. Күміс алқа алқасы үшін 6,40 айлық есептік көрсеткіш немесе 2024 жылы 23.629 теңге. Ал алтын алқа немесе бұрын алған ана даңқы және батыр ана атағы үшін 7,40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төлем төленеді, немесе ол 27.321 теңгені құрайды. Мұндай қолдау шаралары министрлік өкілдерінің айтуынша көпбалалы отбасылардың елдегі беделін арттыруға септігін тигізеді. Еске салайық, бұған дейін сарапшылар алып тастау қатесі деп аталатын жағдайды болдырмау үшін барлық отбасыларға берілетін жәрдемақы төлеген.